Балбупе Ғалымжан қызы. Біз басты сұраққа келдік. Жастарға қандай кеңестер, тілектер бере аласыз? Жақсы сұрақ, әдемі. Я жастарға үлгі бола алатын отбасылар қазір бар. Міне біріншіден өзінің отбасы қандай, әке мен шешенің арасында қандай сыйластық бар. Әке мен шешеге қарап, қызын шешесін қарап көріп қызын ал дейді, атасын көріп ұлына қара дейді, сапарға шығады деген сөздер бар. Мысалы, бірінші өзіңнің отбасың. Қандай отбасыда сен тәрбие алып жатырсың? Қандай отбасының, көп айтады ғой, мен әке мен шешемнің сыйластығын көрдім. Сондай отбасы құрғым келеді деп. Не біріншіден солай. Енді екіншіден жастардың отбасын құрғысы келгенде өте көп ойланып. Ол отбасы деген жай ғана сөз емес қой, жай ғана орталық емес. Екі жастың бақытты болуы, екі жастың келешекте үлкен отбасы, абзал аға, үлкен әже болуы, немере, шөбере, шөпшек сүйетін, соларды алдын ала мінекей айтса, ойласа, біз сондай отбасын құрамыз деп. Сонда ғана ең жақсы мықты отбасы шығады. Сондықтан бірінші соны ойланып барып, мен осы отбасын көтере аламын ба, мен осы отбасын құра аламын ба деп, жігіт болсын, қыз болсын, өте ойланулары керек деп ойлаймын. Үшіншіден, отбасын құрғасын сыйластық болу керек. Бірін-бірі сыйлай білу керек. Жастар бірін-бірі тыңдай білу керек. Біріне-бірі кешірімді болу керек. Міне осындай жағдайлар әрине тұрмыстық жағдайлар өте кейде қиын болады, кейде жеңіл болады. Сол қиындықтарды бірге шешіп, бірге шешім қабылдаса жастар, міне сонда әдемі жақсы отбасы болып кетеді. Ал егерде бірі артқа тартып, бірі алға жүріп, біріне-бірі сенімсіз, сенімділік болу керек. Сенімсіз болса, отбасыда дұрыс болмайды. Өйткені тағы айта кетейін, төртіншіден деп айтсам, бірін-бірі қолдау керек. Мынау карьерный рост дейді ғой, ер азамат болсын, еңбекте жақсы жұмыс істеуіне, жақсы дәрежеге жетуіне әйелінің қолдауы болу керек. Қазір енді бізде гендерлік саясат қой, әйел де солай. Қыз-келіншектердің өсуіне, қыз-келіншектердің жақсы жұмыс орнында, өздерінің саясатта болсын, экономикада болсын, әлеуметтік жағдайда да орындарын беру үшін оның жолдасы, жанындағы жары қолдап отыру керек. Аяқтан шалмау керек. Ол да өте сондай сыйластықтың, бірін-бірі сүйіспеншілікпен қарап, сондай жағдайларда отбасы жақсы болады. Енді ары қарай айта берсек, бесіншіден бала тәрбиесі. Ортада ертең кішкентайлары болатын болса, соны біріне-бірі итермелемей, мен шаршап отырмын, мен үй үшін жұмыс істеп отырмын демей, біріне-бірі көмектессе, бала қараған кезде әрине сондай көмек көрсету, қолдау деген, сонда ғана ойлаймын, біздің отбасы деген, жастардың некеге тұруы бәрі де жақсы болады. Еліміз тыныш болады. Еліміздегі әрбір отбасы мықты болса, отанымыз мықты болады, күшті болады. Сондықтан енді оның бәрін жастар тыңдаса екен деп ойлаймыз. Өздерінше енді оларда айтады ғой, біз өзіміздің өміріміз бар, біз өзімізше өмір сүреміз дейді. Көптеген мынау жастардың, жас отбасылардың айырылысып ажырасулары көбіне сол бірін-бірі түсінбеушілік. Біріне-бірі қарсы келеді, біріне-бірі қайшы келеді. Содан да болады. Енді тағы неден деп айтуға болады. Сондай жағдайлар бар енді. Жастар жақсы болғанымен кейде
ата-аналар арасына кірісіп кетеді, ақылдарын айта бастайды. Ол ақылдары дұрыс болса жақсы ғой, бірақ қыз жағы өзіне тартып, ер бала жағы өзіне тартып, міне соның бәрі ажырасуға келеді. Сондықтан жастар өздері, олар енді жастары келген, ойлары бар, тұрмыс құрам десе, әбден ойланып, толғанып, жан-жағына қарап, алдына қарап барып тұрмыс құру керек. Сонда ғана тамаша отбасы болады. Балыбек жанына әйелдің жұмысы, еркектің жұмысы, сіз не ойлайсыз? Семьяда қалай болу керек? Отбасында олай енді бөлініп жатса, келе салып, ер азамат жұмыстан келіп, айтады ғой, диванға отырып, футбол қарап, басқа ешқандай шаруамен айналыспаса, мен ойымша ол дұрыс емес. Мен өз отбасым басқаша болды. Менің осындай еңбекке, осы жұмысымда үлкен дәрежелерге жеткенім менің жолдасымның арқасы. Мен оны ешқашанда ұмытпаймын да, себебі бізде ондай бөлу болған жоқ. Мен егерде сағат 8-ден сағат кешкі 8-ге дейін жұмыста отырсам, менің жолдасым үйде қызымды қарап, үйдің жұмысын аздап болса да істеп қояды. Кейде айтатын да, маған нанилеп беріп кетші деп, мен бауырсақ пісіріп саған алып келемін деп, жұмысқа алып келетін. Енді ол өзіміздің арамыздағы біздің отбасымыздың сыйластығы. Ал ол басқа бір отбасыға ол ерекше болар. Өйткені бізде өте ежелден келе жатқан ер адамның жұмысы бір бөлек, әйел адамның жұмысы бір бөлек деген ұғым бар. Сондықтан әрине жастар енді қазір ойлайды, бірге демалысқа шығады, бірге жұмыста болады, бірге бала тәрбиесін сол бірігіп істесе, әрине жақсы сондай отбасы болып бірін-бірі сыйлай біледі. Ал егерде мынау менің жұмысым, мынау сенің жұмысың деп бөлініп отырса, оны бірден айтуға болады. Ол жерде кішкене конфликт болады, қарым-қатынастары кішкене дұрыс болмайды. Сондай жағдайлар. Балбөпе Ғалымжанқызы, қалай ойлайсыз, әрбір отбасында қандай ұлттық дәстүрлерді дамыту керек? Әрине, жаңа біз айтып өттім ғой, біріншіден ұлттық құндылықтарымызды біле білу керек. Біріншіден ол отбасында өз тілінде сөйлеу білу, өз тілін құрметтей білу. Сол қай ұлт болса да өз дінін құрметтей білу. Өте ұғымды нәрселерді біле білу керек жастар. Өздерінің салт дәстүрлері, атадан келе жатқан, бабадан келе жатқан дәстүрлерін сақтай білу керек. Енді қай ұлт болмасын, отбасын құрғанда бірінші сол отбасының үлкендерден жастарға берілетін тәрбиені білу керек. Меніңше қандай да құндылықтар бар үйлерінде, отбасында бұрыннан келе жатқан, соларды дәрістеу керек деп ойлаймын өзімше. Енді әрине ұлттық құндылықтарымызды, отбасы құндылықтарын сақтай білген жас отбасылар, олар мықты болады деп айта аламын. Атаның сөзін тыңдау, әженің сөзін тыңдау дегендер, сондай ұлттық тағамдарды істей білу, қонақ шақырғанда, басқа да бір жағдайларда ұлттық сондай дәстүрді әрине жас отбасы сақтай біледі. Қазіргі кезде көріп жүрміз ғой, барып жүрміз, қонақта жүргенде біз білеміз, көптеген жастарымыз өздерінің салттарын, дәстүрлерін бәрін сақтай біледі. Білмейді деп көбін айта алмаймын. Ал енді егерде білгісі келгендер, қазір әрбір ұлттың өзінің несі бар ғой, бізде тәрбие беретін, тәрбие алатын, оқитын
сондай жерлерге барып біліп үлкен кісілерді шақырып солардың айтқандарын тыңдап дегендей міне сонда әдемі жақсы отбасы болады. Ұлттық болсын отбасылық құндылықтарымызды біле білу әрбір жас отбасының парызы деп ойлаймын мен. Ол үшін үлкендер, қарияларымыз бар, үлкен ата әжелер сол жастармен әңгіме өткізу керек, айтып отыру керек, қандай болған, қай рудан келе жатыр. Мысалы біздің қазақ отбасында, басқа ұлттарда атасы кім болған, әкесі кім болған, қандай еңбек еткен. Міне үйде сондай бір кішкене болса да архив болу керек сол отбасы туралы. Менің немерелерім мысалы өзінің атасыларының жағдайын біледі, қандай еңбек еткендерін, фотоларын қарап отырады. Үйде атаның қамшысы бар, мысалы үлкен атамыздың қамшысы бар, үлкен атамыздан қалған Құран бар біздің үйде, үлкен атамыздан қалған дәстүрлі табақша, мынау әжеміздің шай ішкен шашкысы деп соны көрсетіп отырамыз. Оның бәрі бар, оның бәрін біз сақтап отырамыз. Балаларға да, немереме мен мысалы айтып отырамын, мынау атаның үлесі деп, мынау атаның басына келген төбетие деп. Сондайлар болса, мысалы, қай ұлтта да бар ғой, соны бәрін көрсетіп айтып отыру керек. Міне сонда әдемі баланың ойында қалады, баланың кісене жүрегінде қалады. Менің атам да осындай болған, менің әкем де осындай болған дегендей. Міне осындайдан мен ойымша ең бір үлкен керек нәрсе жақсы тәрбие отбасындағы. Құрметті Балбөпе Қалымжанқызы, бүгін айтқан пікірлеріңіз үшін үлкен рахмет. Көп рахмет сізге. Сізге рахмет.